Кейбір тағамдық өнімдер мен дәрі-дәрмектер темірдің сіңуіне кедергі келтіреді. Егер сіз темір препараттарын қабылдап жүрген болсаңыз, осыны ескеру қажет. Олар шай мен кофенің құрамында болатын танин және кофеин, кейбір сүт өнімдерінде, бұршақ тұқымдастар, астық тұқымдастарда және әртүрлі өңделіп жасалған шұжық өнімдерінде болатын фосфаттар. Фосфаттар қазіргі уақытта көптеген тағамдардың құрамында қосымша добавка ретінде қолданылады. Одан кейін фитин қышқылы немесе фитаттар деп айтылады. Олар дәнектерде, астық тұқымдас, дәнді дақылдар, бұршақтық әртүрлі тағамдық өнімдер және дәнектерде, жаңғақтарда кездеседі. Одан кейін оксалаттар. Ол оксалаттар мына суретте көріп тұрғандай әртүрлі салаттарға, тағамдарға қосатын жасыл түсті өсімдіктер, шөптектес өсімдіктерде жиі кездеседі. Одан кейін сүт өнімдері. Сүт өнімдері мен ет өнімдерін, яғни құрамында темір бар тағамдармен бірге жеу, ол темірдің сіңуіне кедергі келтіреді. Одан кейін кейбір дәрілік препараттар, ол кальций, магний препараттары, одан кейін қыжылға қарсы қолданылатын кейбір препараттар, мысалы алмагель нео препараттары және кейбір антибиотиктер, левомицетин, тетрациклин сияқты антибиотиктер темірдің сіңуіне кедергі келтіреді. Егер сіз осы дәрі-дәрмектерді қолданатын болсаңыз, тағамдарды қолданатын болсаңыз, онда темірмен аралығы 2 сағаттай болу қажет.